Олар істеген ісіне мүлдем өкінбейді. Сөзін сөйлеме қатыне. Жыласа көз ағарып қояды өз. Олар президенттермен тікелей байланыста. Білем ғой мен. Америкаңды да, Россияңды да Ердоған періп алады. Еркек қол таза. Күзірне. Олар балаларының болашағын қатты ойлайды. Автоэлектрикті оқып ал, ауылға кеп жұмыс істейсің, машина жөндейсің бір бәлем. Оқымасаң қаласың, мал бағып, сорлы. Олар немерелерін қатты жақсы көреді. Көкемін немереңізбін. Құдай, түфәй жаман, Жылабадым, мамасына барып бешпі. Олар барлығын біліп отырады. Малдың сөбін беріндім. Қайтан ішіп аған ба бүгін? Қақтан білдіңіз оны? Ішпесе жай айдайды ғой, қатты айдап жүр ғой. Не болды ғой? Олар асарын асап, жасарын жасап қойғандар. Көке, цементті отпай қойсаңшы, астыңыздан сыз өтеді ғой. Болды уже, болсын оқы. Олар біздің әкелеріміз. Әкім аға, жоғарыдан сес келе жатыр дейді. Қоятшы, қой кезек келер, кімге бақтырам мен оны? Бақпасам ауылдағылар өлтіреді мен. Егер де Шәріп әкім болса, Мынау менің мектебім. Мектебім қатты жақсы көргенім соншалық, өзімнің үйім қылып алдым қазір. Енді балаларға бірдеңе тауып беру керек болып отыр. Ауылда ерекше іс-шара ұйымдастырылды. Ауылдағы ішетін бүкіл адамды жинадық та, күзір айт ойнадық. Соның арқасында 4 гол, 1 трудовой алдым. Анау шауып жүргенді көрдің ба? Сол бір ретте бәйгеде бас жүлде алды анау. Қалай өтіп oldu? Ой, наказ ешек қол. Жылқылармен шабамайды, өліп қалады ғой. Біздің бюджет өзі ешекке жетіп тұр қазір. Ауылға футболный площадка салдырдық қой. Оны 20 жылдықта салдырып отыр ғой. Ой, наказ мен де мектеп бітіргеніме 20 жыл болған жоқ па? Класстастар болып өзімді салдырдық. Зато отчетқа жауып жүремін да. Ауылға сет орнатамыз деген документ хақты отчетқа. Міне, жайшамы? Ішім ауырып жатыр мен көз. Ауылдың жолдары осы. Шаң. Жастардың ойлайтыны аң, рыбалка ары бер. Ассалаумағалейкум. Стройщикпіз ғой біз. Жанында кім? Бұл подполковник мен. Подсолник. егер де біз стройщик болсақ, Бұл үйді бүйту керек қой. Мына розеткілерін бәрін алып, бір тоққа түсіп алып, сосын арқылай жалғастырып бүйтейік. Моншаға түсіп алайық аға. Монша бар ма? Кір. Мынау сенен туралап жатсың ба сен? Жоқ, тағам. Кеше ішкеніміз болады. Түзу жүш. Бәрі бітіп қойды уже. Бәрі бітті. Абойды ұрып қойдық. Патологты ұрып қойдық қызыңдып. Әйелің мешат жасап, әйеліңді ұрып қойдық. Марф, Гарри. Не ағылыңдар сендері? Патолог қап кетіп бұрдан. Газ жарып алдым. Жақсы братан. детектив Том мен Джерри. Басигер, күн жанып тұр ма, бір ыстық болып тұр еді? Нормальный. Қатты терлеп тұрмын да. Үстімдегін ауыстырам деп ойламайсың ба сен? Жакет киіп аптың. Ой, тупой, пальтон шешші. Бәй, 7 рет пышақталып, 7 рет атылған. Неге деп ойлайсың? Жет атасын білмеген нәрсер Басигерде қоясың көреш. Қазір анықтаймыз Басигер. Шпрашка суртке сүржеш мен. Ой, не амақшысың? Туысқандар деген группаға жіберейін деп ойладым. Ой, сор, охотада жүрген бек. Фотоға түсіп отыратындай. Ладно, түсір шал. Демей көріш Басигер. Вот түсір. Не болған мынаған? Өліп қалған ғой Басигер. Саған осы бірдеңе жетіспей ма, я бір? Темек жетіспей тұр ғой Басигер. Ақыл жетіспейді саған. Шашадың өңіші бар ғой. Бүкіл жерде қылмыс. Шашаған басатын музыка бар ма? Қойшы. Бол Басигер, мынау ше. Ой, блядь, тупой, иди отсюда. Мен саған бір нервқа тиеді емес, шашағанды басатын дедім. Ona біреу Қойшы бар. дұрсын, қойшы ка. Қойшы, кетші. Уволь, блядь. Аға, әкім аға. Әкім демеші мен. Әкім деме. Енді. Бір патолог адамды айтшы. Хан ба, бір император ма? Құрсындай. Не, қой кезек па тағы? Егер де Шәріп әкім болса, Құдай қаласа, осы ауылымызға, осы жылда кім жазған мынаны? Кім жазған? Не депті? Ауылға садик саламыз, мектеп саламыз деп. Мен сендерге айтам ғой, ішіп алған кезде менің қара сөздерімді жаза бермеңдер деймін. Бірақ мына тоқал аламыз деген жақсы жазып. 86-лар ішіп отыр ма? Иә. Жоқ демеді, жоқ. Әкім аға сізді шақырып жатыр. Кім шақырып жатыр? Кашегар. Болды, барам. Кім еді ол? Мектепте пеш жағадыңыз, Ой, накаса өзгесін айтсай. Қай жылға ол? 2004. Тем более. Осы сіздің балаңыз қайда осы? Ол өзі зиянкес бала да ол. Ешкімге зиян тимесін дедім да. Қазақстанға зиян тимесін деп шетелге оқуға жібердім. Келгесін не істейді сосын? Мал бағат? Не істейді?
көке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ана таксидің ақшасын төлеп алшы ма? Мен етті сақ қой қалай екен. Ауылдан қалаға братаның келгенде. Мына аяқ киімді кимейтін болсаң да бар ғой, ауылға алып кетемін. Баня жақынға деймін ғой. Әбедем аяқ киімді тастап жүрді де бөле сұрап. Солай деңдер. Шешең сұлу сен. Шешең қақты алып кетемін соны. Алып кетті ғой ұш. Ой, нәкәс күйеу мен ғой. Вақтыдан соған бола келіп отырмын ғой. Құрбар тауып кел, жынды болма. Қызың бар ма? Жоқ. Қызға барған шығарсың? Ей, хотя бы ешек. Мініп көріп пең былай? Жүр кет, менімен бірге ауылға барасың, ешекке мінесің. Қымыз, қымыран, бәрі бар. Қалаларыңа келдік, бір жерге апарсаңдаршы, Арбат па, не анау? Ол жерде жастар жүреді ғой. Біздің жастар қақта жүріп жатыр, 79-дар. ЖД вокзалда ма? Талғат балаларың өсіп қалыпты. Ой, бұл бала оқымайды. Ей, Талғат жап-жақсы бала ғой бұл. Отырып сүйетін болмаса. Күреске барып жатсың ба? Барам. Молодец. Күресесің ба менімен? Жүрсеңші. Ей, жағы, қой, Талғат. Қой, ей, Көке, жүр. Smoke my back, smoke my. Ойбай ау. What about now? Отсай не тұрсың сол. Таксист Мура. Қай жерге баратынымызды айтсайын әкәс. Навигатор бар шығар, көке. Ей, ол навигаторда қатынға ренжідім мен. О қатынның дауысын ұнатып, мен ғашық болып бір жолға мау деп жүрсем, біреудің машинасында сайрап тұр. Ешек, сорлы қатын деп. Арам екен ол. Аша анан. Ей, ойбай, кәдім ана. Қойчай, кәдім ашам ғой. Баса такси іздей берші сен уже. Құлтанып қалды ма? Ой, көкем, машинаның іші ыстық болып кетті ма? Телек кеттік қой бір. Ыстық болып кетті ма? Пешкіні өшірейін онда мен. Пешкі қосып қойыппын ғой. Кешіріңіздер. Сәррағашы бір адам, сәррағашы. Арашпағы? Жоқ. Сәррағаш. Отыра берейін ала. Отыра берінім, отыра бер. Қанша болады? 1000 теңгенім. Тұрмай, ызбаттап жатыр. Біреуің алмайсың. Саламатсыз ба? Саламатсың ба, қарындасым? Дәрігер Шәріп. Қарындасым, жақсы ана сен. Укол жамбасқа салам, не білем. Болды, көтергесің ғой. Еркекпін ғой мен. Онда түсіріп ағасың. Ауырымды жатып алмай жұмыс істесе бар. Так, менің сізге келген себебім Мұрат Сабыржанның әйелсіз ғой, Иә? Анау болмайды анау. Больницада қырғын шығарып жатыр. Отырса опақ, тұрса сопақ. Ананың мінезі шатақ анау. Ақ кетті. Бұл кісі инсульт алған. Уайымдауға, ашулануға болмайды бұл кісіге. Ана баласының сотталып кеткенін, қызының оқудан шығып кеткенін айтып қойып жүрмеңіздер. Естіп қояды ғой. Бәле айт жатыр. Немене біле? Әр бөлмеде 4-5 баладан тобырлап жүр. Енді күш бар да бақылаттыңыз ғой. Не күш ол сендер? Үмет компаниясы ұсынған витаминді күнде ішемін. Витамин? Иә? Бұл химикат бір білеміз ба? Жоқ, таза табиғи өнім. Бізге де беріп қойса, біз де тобырлатайық та. Бірақ оған әйел керек та, иә? Менің әйелімді көрсеңші. Кеттен, нәкәс. Tu ne dis pas les choses. Allô, 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 elle dit je paro. Allô, Ағай, Бір шықшы татқа. Шәріп мұғалім. Сәндібай бар ма? бар. Мәңгібай? Бар. Ләңгібай? Бар. Осы сендердің аталардың сәл фантазиясы бар ма? Атың ма атаңның мысалы? Сәңгібай. Thank you. Болды, рахмет. Балалар, Менделеев кестесінде қанша элемент бар? 120. Көтің қыста үй жина. Кешіріңдер балалар. Мынау Ньютон басына алма түсіп, заңдылық ашқан, иә? Біздің мұхит басына кірпіш түсіп не ашқан? Білмейміз ағай. Жындыхананың есігін ашқан. Мынау оқушылар Шыңғыс ханның қанша әйелі болған? 1, 2, 3, 4. 5 ағай. Бір 500 оқушы болғанда бәрің бірге айта салатыныңдар жабылып. Бабалыс мамаммен қалай таныстыңыздар? Сен мамаң маған жалынадың кәдімгідей. Көшенің басында тұрып алатын мені алып кетті. 1000 теңгелік қатын ғой. Ағай, оқымаш алмасам өлем деп жылап үйге келдің ғой. Қой қатын. Жалынып маған. Ей бала шаға бар. Туысқандарың ертіп. Ішпеймін шай. Сенің папаң. Нұрлы, ана күнделігіңді алып келші бе? Папам мен одан да қора тазалай берейін да. Іші етке толып жатыр десе сорым. Нәкәс. Айуандар, ана есіктің алдын немене білесіз сендерге? Туалет па? Сатпақ қылып. Папа жайрақ сөйлесін, мына жақта қосылып көріп отыр. Қосылайық. Туалеттің темасына шыға алмай қалдық қой бұл. Құрсай ана басқа бірдеңе көрсеңдер. Ана балаларға не үйретіп отырсыңдар? Қатыне шай ішейді де. Осы шай ішетін кезде қақа жолып кетесіңдер. Сериал басталып кетеді отағасы. Мен ғой сенің сериалың. Кеше қызық жеріне келгенбіз, бүгін бітіріп тастайық. Осы үйдің пульті қақа жоғалып кете береді. Біздің шенеуніктер ұқсап. Бәлесіне Аллах, ана есік жауып қойыңдар. Ана жерде жатыр ғой. Кейде көз алдымыздағында байқамаймыз ғой. Назлы!